Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Әмриев Абай Нұрадинұлы, Қазалы аграрлы техникалық колледжінің арнаулы пән оқытушысымын. Бүгінгі біздің сабағымызда дәнекерлеу қосылыстарының негізгі түрлері тақырыбында сабақ өтетін боламын. Сабақ барысында негізгі меңгерілетін материалдар дәнекерлеу қосылыстары және дәнекерлеу қосылыстарының түрлері, түйістіріп, айқас, табырлы, бұрыштық біріктірудің негізгі түрлері және кеңістік жағдайында дәнекерлеу жүктерінің орналасу реті. Пісіру қосылысы бұл пісірумен орындалған бірнеше бөліктердің ажырамайтын қосылысы. Пісіру қосылыстардың құрылымдық типі пісірілетін бөліктердің өзара орналасуымен анықталынады. Балықты пісіру жағдайында пісіру қосылыстарының түрлері: түйіскен, айқастырмалы, бүйірлі, бұрыштық, табырлы. Түйістіре пісіру бір жазықтықта орналасқан және бір-бірімен бүйір жақтарымен біріктіре отырып жанастырылады. Осы пісірілген бірікпе пісірілген құрылымдардың ішінде ең көп таралғаны. Өйткені айтылған бірікпе басқа бірікпелердің типтерімен салыстырғанда біраз артықшылықтары бар. Айқасатын бірікпе бұл қосылатын элементтерді параллель орналасады және бір-біріне жартылай жабатын пісірілген бірікпе. Бүйірлі бірікпе бұл қосылатын элементтері бүйір жақ беттерімен бір-бірімен жанасатын пісірілген бірікпе. Бұрышты бірікпе бұл бір-бірімен бұрышпен орналасатын екі элементтен тұратын және олардың жиектері жанасатын орында пісірілетін бірікпе. Табырлы бірікпе бұл қосылатын элементтің бет жағын бұрышпен екінші элементті жанастырып, екінші элемент бірінші бүйірге пісірілетін қосылыстың түрі. Құрылымда жіктің орналасуына байланысты пісірудің әртүрлі кеңістік жағдайында орналастырылады. Мысалы, төменгі жағдай 0-ден 60 градус аралығында, тік немесе көлденең жағдай ол 60 пен 120 градус аралығында, төбелік жағдай 120-дан 180 градус аралығында. Осылай дәнекерлеу барысында кеңістікте пісіру жүктері орналасады. Пісіру науасы бұл пісіру сәтінде балқыған күйде болатын пісірілген жік металдарының бір бөлігі. Доғаның әсерімен пісіру науасы түзілген шұңқыр ойық деп аталынады. Пісіру науасында балқыған негізгі қосымша енгізу арналған металды қоспалық металл деп атайды. Пісіру науасына енгізілген немесе негізгі металға ерітпе қосылған орнықтырушы металды ерітпе пісірілген металл деп атайды. Қайта балқыған негізгі металдан немесе ерітіп пісірілген металдардан түзілген қорытпа жік металы деп аталынады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.